Қайырлы күн қымбатты қазақ елі. Сіздерден көмек сұраймыз барша блогерлардан, медиа салып жүрген азаматшылардан. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Мана хан дейтін блогердің әйелі екеуінің видеосын өздері таратуы мүмкін бе? Яғни хайп үшін, атақ үшін. Осы видеода соны талқылайтын боламыз, кеттік бастайық. Енді қараңыздар, бұл кісілердің видеосы тарағаннан кейін былай деп жатқандар да бар. Бүйтеді. Бұлар бұны әдейі істеді. Өздері таратты мана видеоны хайп үшін, атақ үшін. Хайп жасап, подписчик жинап, оқырман жинап, реклама жасап, ақша табу үшін бұлар бұл видеоны өздері таратты деп атқандар бар. Олар бұны мынаған сүйеніп айтып жатыр да. Енді Құдай сақтасын, бұл кісілердің басындағы жағдай өте масқара жағдайда. Бірақ бұлар соған қарамастан өздерінің инстаграмдары арқылы жарнама жасап, реклама жасап, ақша тауып жатыр да. Осы моменттеріне қарап, мыналарың хайп үшін әдейі істеп жатыр, мыналарың. Қараңдар, андай масқара жағдай болса да, мыналарың жарнама жасап, ақша тауып нетіп жатыр мыналар. Демек бұл хайп үшін жасалған дүние дейді. Одан кейін мынаны қараңыздар. Ең басында бұл кісілер еңіреп, жылап, машинаның ішіне видео түсіріп шықты емес па? Осындай видеомыз тарап кетті, көрмеңіздер деп. Сол моментінде айтып жатыр да кейбір адамдар. Сендер үйтіп шықпағанда, жаңағындай видеомыз бар деп, видеомыз тарап кетті деп, үйтіп шықпағанда, үндемей қоя салғанда, сендер жайлы мынандай видеоларың жайлы ешкім білмейтін бе еді. Сол үндемей қоя салуларың керек еді деп жатыр да. Сендер әдейі жаңағы видео туралы көтеріп қайта-қайта халықтың алдына шығып жатсыңдар. Халық сендерді білу үшін, көру үшін. Демек бұларың хайп деп жатыр да. Ең басында бұл кісілер жаңағыдай видео түсіріп, әйелі жылап, машинаның ішінде видео шығарған болады. Осылай видеомыз тарап кетті, ұят, масқара видеомыз, көрмеңіздер деп. Сол арқылы көп адам білді да мыналардың мынандай видеосы бар екен. Сол моментін айтып отыр да. Солай шықпағанда бұлар үндемей қоя салғанда, бұлардың видеосы жайлы ешкім білмейтін бе еді. Көп адам білмейтін бе еді. Жылы жауып кететін бе еді, ұмытылып кететін бе еді, қатты тарамайтын бе еді деп жатыр да. Одан бірінші бұлар жылап, видеомыз тарап кетті деп шықты. Екінші міне жақында тағы да осы видеоны көтеріп тағы шығыпты. Жаңағы видеоларының тарауын тоқтатайық деп екеуі халықтан көмек сұрап жатыр да. Одан айтып қояды, мына видеомызды таратыңыздар дейді. Біз көмек сұрап жатқан, тоқтатайық деп жатқан видеомызды таратыңыздар дейді, жан-жаққа дейді. Міне. Осы жерлері жаңағы хайп үшін мына видеоны әдейі таратты деп жатқандарға тіпті дәлел болып отыр ғой. Сендер жаңағы мына мәселенің ары қарай ушығуының алдын алудың орнына қайта-қайта халықтың алдына шығып, тіпті көбірек адам білсін бұл видеоны дегендей қайта-қайта шығып жатсыңдар деп осы моменттерін айтып жатыр да. Жаңағы қайта-қайта халықтың алдына шығып, осы видео жайлы көтеріп жатқандары. Одан кейін мынандай масқара жағдай болып жатса да, инстаграмдары арқылы жарнама жасап ақша тауып жатқандары. Осы моменттеріне сүйеніп, бұлар хайп үшін мына видеоны әдейі таратқан деп жатқандар. Осы моменттерін нетіп айтып жатыр да, мәнеки. Енді жарайды. Мен өз басым бұлар хайп үшін мынандай видео таратты дегенге келіспеймін. Мынандай уақытша хайп үшін жаңағындай масқара жағдайға қалу, бұл лайық емес та бұл. Мынандай уақытша хайп үшін лайық емес. Сондықтан мен оған бұлар әдейі өздері таратты дегенге келіспеймін. Жалпы мына жағдай туралы өздеріңіз не ойлайсыздар, халқым? Енді мына жерде айта кету керек та. Бұл кісілер осындай масқара жағдай болса да инстаграмдары арқылы жарнама жасап отыр ғой. Бұлар блогерлер да. Нанын, яғни ақшасын, күнін осы жарнама арқылы көреді да бұлар. Бұндай жағдай болмаған күннің өзінде бұлар жарнама жасап жүре беретін еді да. Жаңағы мына видеоны әдейі таратып барып, жарнама көп кезін сол арқылы ақша табамыз деп әдейі таратты деген ол ондай емес бұл. Бұл кісілер онсыз да блогерлер да. Жұмыстары осы да бұл. Нан тауып, бала шағасын асырап отқан жұмыстары осы. Сондықтан жаңағы бұндай масқара жағдай болмаса да жарнама жасайтын еді бұлар. Вот.